Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Көп болды видео шықпағанына. Инстаграмдан да көп адам сұрап жатыр екен мен жайлы. Кішкене біз инстаграммен ренжіп қалдық па, ютубпен бе деген сияқты кішкене демалдым, Аллаға шүкір. Енді әр нәрсенің өзінің адам 12 айда 11 ай жұмыс жасап, бір ай демалады ғой, сол сияқты. Мен де кішкене инстаграм, ютуб барлығының ішінен демалған болатынмын. Бірақтан ютубтан емес. Ютубқа ютуб менің люблю. Менің бұрынғы видеоларымда да айтқан болатынмын, 4000 сағат қалай жинаймыз, не болады, жете аламын ба, жете алмаймын ба деген сияқты монетизация қосылды, құттықтап қойсаңыздар болады, ол жайлы келесі айтатын боламын. Мен нақты тақырыптың басында айтқан сияқты, неге eBay-ді тастап кеттім? Неге қазір сол жайлы тастап кеттім ба, жоқ па, оның қандай минустары, плюстары болды, мен қандай провал болдым, өзімде қандай отбасылық тағы да басқа жағдайлар болды, мен қалай не үшін келгенім, не үшін тастап кеттім, не үшін басқа болып жатыр, қазір мен сізге YouTube жайлы айтып жатырмын. В общем, барлығын толық айтатын боламын. Мені көптен бері қарап жүрген оқырмандарым бар, Алла разы болсын, сол сияқты соңына дейін көріңіздер. Обязательно өте керемет жақсы контент болатынына сенімдімін. Негізінде бұдан кейін тек қана көбінесе көп алгоритмді қалдырып қоймай, ютубтан көбірек видеолар салатын боламын. Қандай видеолар керек, тақырыптар бойынша сіздерден сұрайтын боламын. Бір-бірімізді қолдап отырайық, міндетті түрде толық айтатын боламын. Ал кеттік. Кешірім сұраймын. Видеоны көрмес бұрын парақшаға тіркеліп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте керемет дұрыс ақпарат беретін боламын. Негізінде кез келген нәрсені сіз біреуге пайда беремін деп әрекет жасайтын болсаңыз, действительно ол өзінің нәтижесін береді. Себебі бір нәрсені бастамасы бар, например, видео қазір түсіріп тұрмын, бірақ ешқандай жарықтың да, басқа киімді, например, бір әдемілеп немесе макияж жасап тұрған жоқпын. Самый главный дұрыс ақпарат беру. Яғни мен сіздерге осы видео арқылы бір нәрсе бере алсам, түсіндіре алсам, соның өзі маған үлкен жетістік, және сол арқылы мен ақша табамын. Яғни пайдалы болу арқылы, пайдалы болу тең ақша деген сөз ғой. Так, енді ары қарай кеттім. eBay жайлы көп адамдар маған сұрайды. eBay-да ақша тауып жатырмыз. Алхамдулиллах, о жайлы сіздерді білесіздер. Оны айтқан болатынмын. Менің оқушыларым, мені қараңыздар, мына жерге монтаждап, егер қоя алсам, қоям. Осындай 1600, 2777 доллар, в общем, сондай 500 доллар, қанша ақша түсіп жатыр бізге. Өткенде 2400 долларға тағы да бір товарымызға келіп отыр предложение. Ол барлығы живой болып жатқан нәрселер. Бірақтан әр нәрсенің өзінің қиындығы бар. Яғни ақша табу да, eBay-ді мен өзі қаншама обучение жүргізіп та келе жатырмын. Бірақтан түсінгенім, қанша адам арзан алған, және де стандарт алған адамдарда көбірек проблема болады. Себебі түсінбеушілік, яғни азғантай ақшамен бастап кете салам, бизнесте мүлдем ақпараты жоқ, онлайнда, тіпті компьютерді да просто так мына сізге платформаның сабағы берілді, осында umida.kz деген сайтқа кіресіздер, вот көзге кірсеңіздер, менің нем шығады, платформам, сол жерде сабаққа кіресіз, сізге доступ беріліп қойды деп сізге поштаңызды жіберген кезде, поштаға неге маған қиын пароль бергесін, кіре алмай жатырмын, umida.kz-ге пароль инстаграм да поштамды жаздым, кірмей жатыр деп неше түрлі әңгімелерді. И біз оларға, честно говорю, оны компьютерді үйретіп отыруға, компьютердің онлайн бәрін жасап отыруға больше энергия кетеді. Больше оған бөлек мен куратор алу керекпін деген сияқты. И соответственно, ондай болғаннан кейін оның бағасы қымбатырақ ала алмайды, бірақ мынандайға біз оған больше тағы да шығын жасайтын. Біз командам бар, өзімнің қанша нелерім бар. Солай көп ақша кетеді, энергиямыз сол жаққа көбірек кетіп қалады да, и өзіміздің жұмысымыз да азайып кетеді. Басқа да жұмыстар, поэтому алу беру. Сіз берілген ақшаға қанша сіз аласыз, и соған қарай сізге жауап болады. Яғни егер біздің тараптан көп сізге энергия жұмсалса, енді алу беру процесс, баланс ұсталмай қалады да, сізге беріліп жатыр, сіз бірақтан анан болмай жатыр, мынау жатыр. В общем, қысқасы, мен сондай бір жағдайлардан, одан кейін бес саусақ бірдей емес, және де
куратор, сабақ дейміз, басқа дейміз, менің өзімде кішкене партнерларым, тағы да басқа бір-екі сенген поставщиктеріміз лақтырып кетті. Ондай өмірде болады екен, страдать еттім. 4 миллион 200 өзі қарызым бар еді, 4 миллион 200-ге тағы да лақтырып кетті. Себебі біз ол жерден тендермен де жеңген болатынбыз. Тендерға да заказымызды да былай да заказ берген едік. Ақша да жоқ, өзі де жоқ. Осы күнге дейін лақтырмай келген, білмеймін енді. В общем, сондай провалдар болды. Вот осылай мен честно, eBay'дан нервім кеп қалып кетті, честно говорю. Мен eBay'ға заказға кеп тұрған неше жақсы аккаунтым, өзімнің основной бұрыннан келе жатқан, 1 жылдан бері істеп келе жатқан аккаунтым банкқа кетіп қалды. Себебі бағанағы поставщик бізді лақтырып кетті де, біз ақшасын жіберіп қойғанбыз, ол ақшасы жоқ, өзі жоқ. Тағы да алатындай бізге қазір кішкене финанс болмай қалды. И одан кейін шекара тастап қалды деді, оны қысқасы солай и аккаунтымызда қалып қойды. Банкқа кетіп қалды, клиентке жеткізбегеннен кейін. Поэтому менің атымда неше аккаунт ашамын, соның бәрі уже банкқа кетіп жатыр. Яғни өз атыма басқа аша аламын. Негізі сіздерде бір аккаунттарыңыз банкқа кетсе, уайымдамаңыздар, екінші аккаунтты өз атыңызға аша аласыздар. Өз аттарыңызға пионер проблема болса, пионерді шеше бересіздер. Мен енді eBay'да қаншама, Аллаға шүкір, жұмыс жасап, қаншама минустарын, плюстарын көргеннен кейін сіздерге айтып жатырмын. eBay'да сізде қорқатын ең бірінші пионер, eBay'да қостыңыз, пионер сізде проблема болып тұрма, без проблем пионерді ауыстыра береміз. eBay'да банкқа кеттіңіз бай, без проблем тағы да басқа жолдарын жасап, ашып, қайтадан істей бересіздер. Вот солай мен өз басым, өзімнің основной аккаунттарым кетті, прям енді eBay'да жұмыс жасайтындар біледі. Прям жүрек ауыратындай. Мен ол 1 күн емес, 2 күн емес, 1 ай емес, 2 ай емес, 1 жылдан бері істеп келе жатқан аккаунтымды сол поставщиктің кесірі дейміз ба, басқа, в общем, кесірі, ешкімнің кесірі жоқ. Мен ешқашан ешкімге кінә артпаймын. Не болса да өзімнен болды. Жақсылық болса да өзімнен, жамандық болса да өзімнен. Тура солай. Енді оның мен причинасын не үшін деп былай іздеп қарадым. Честно айтатын болсам, мойындайын. Жігітіммен, жолдасыммен кішкене проблемалар болды. Себебі мен жұмыс жасағаннан кейін, соответственно, жұмысқа сыртқа қалаға көп кетемін. Мен ауылда тұрамын, білесіздер. Вот солай қаладан үйге келгенше 2 сағат, кеткенше 2 сағат, қалаға жеткенше, в общем 4 сағат кетеді. Кейде кеш қалып қоясын, жол пробка болып қалады. Кейін өзім машинамды 2 рет соғып алдым, честно говорю, қорқып қалдым, вообще сондай бір стресстер болды. И сол жағдайда өзім стрессовое состояниедамын, тағы да басқа да болды. И ол плюс машинамдан бөлек тағы да Алланың сынағы екен. Әр нәрсеге альхамдулилля. Қазір енді сізге шығып отқандарым, бұл 1,5 ай, 2 айлық стресстен кейін шығып отырмын. Бұдан кейін енді көбірек шығуға тырысып жатырмын. Себебі енді тағын сөзді айналдырып кетті демеңіздер. Сіздер енді мені бұрыннан көріп келе жатқан оқырмандарымсыздар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Жақсы ақпараттар, лайфхактар болады. Түсінгенім, Алла тағаланың маған плюс түсіндіргені, бұл жолдасымға кішкене көңіл бөле алмай, балама да көңіл бөле алмай қалғанынан кейін мен көп байқамай қалдым. Яғни жұмыс деп. Солай қазір енді қалай мен отбасыма көңіл бөліп солай жасап жатырмын, басқа да жұмыстар болып жатыр. Поэтому әр нәрседе баланс болу керек екен. Кешіріңіздер, балам жылап қалды. Қайтадан жалғастырып жатырмын. Одан кейінгі нәрсе, сіздерге айтқым келген нәрсе, бұл маған негізі YouTube прям қатты ұнайды. Честно, мен бұрынғы видеоларым көрсеңіздерді бірінші көрейін қалай деп просто түсіріп жасап көргем, сіздердің жылулықтарыңызды, сіздердің каждый просмотрларыңызды, комментарийларыңызды көріп келемін. Сол себепті маған осылай сөйлеген ұнайды. Мен осылай 1,5-2 ай отырдым, үйде. Ешкіммен араласпай, сөйлеспей, просто так тыныш демалайын деген, бірақ мен өзім наоборот энергия шығып жатыр да, шықпайды, сөйтіп өзім ауырып қалдым, честно говорю. Маған әр нәрсенің өзінің қалауы болады. Маған қалау осындай видео түсу, айту, біреуге қандай да бір пайдам тиіп жатса, осы видео арқылы сізге бір нәрсе бере алсам қуаныштымын. Видеоның соңына дейін көріп отырыңыздар, соңында керемет сыйлықтар болатын болады. И ақпараттар айтылатын болады. Тағы да кеттік.
так солай минустар болды. Өзім тағын өзі минус болып тұрған отбасы жағдан бағана айтқандай. В общем, барлық жақтан алла тағала қысып сөйтті. Енді бірдеңке бастаймын, ол жабылады, мынаны анау лақтырып кетеді, мынау бүйтіп кетеді, команданы бір-екі адамдар лақтырып кетеді. В общем, солай біраз жұмыс болып кетті. Бір 4 айдай сондай болды. Мен оған жоқ, мен жасай берем, жоқ, алла сенің айтқаның болмайды, мен жасай берем деген сияқты сөйттім. Қайта бата бердім, қарызға бата бердім да, былайша айтқан кезде проблема. И содан кейін бері ұстаздардан сұрадым, не болып жатыр, менде что-то не так, мен что-то жүрегімде біртүрлі болып жатыр деген сияқты солай сөйлесіп, ұстаздармен сұрап сөйлескен кезде олар айтты, жүрегіңмен тыңда, алла ыстықфар сұрай. В общем, әр нәрсенің хайыры бар. Например, мен Wildberriesте футболға жіберген товарымыздан 4 миллион товарымызды шекарадан өткізуге тағы да көбірек ақша бергенбіз. Ол өткеннен кейін ол товар өтпей қалған, тұрғанына төлегенбіз, қайтып келдім тағын төлегенбіз. В общем, рекламасы бар, басқа самовый көп бар. В общем, артығымен бір 7 миллиондай күйеуім екеуміз қадалғанбыз да. Содан кейін ол құрсын болды, енді Wildberriesке жоламаймыз деген сияқты сондай бір депрессия болып, сонша бір оны біз еще қарызға алғанбыз ғой бірден кім сізге береді ондай ақша, еще біреуден инвесторларға алып оның үстіне қосып береміз дегенбіз, қосу түгілі өзіміз 8 миллионға тағы общий 8 миллионда есептеп қарызға кетіп қалғанбыз. Вот сондай жағдайлармен депрессия болып ұйықтап жатып қанша осындай бір жағдайлар болған кезде неге мен сол состояние қайта түсіп қала беремін деп сұрадым енді. Вот сол кезде тоже мен орамалға келген болатынмын. Вот сол жылдары оған 1 жылдай болып қалды, 2 жылдай болып қалды. В общем, сол сияқты әр нәрсенің хайыры бар. Алла тағала сол арқылы, сол сынақтар, сынақ ақшамен болса Аллаға шүкір екен ғой. Ақша табылатын нәрсе, дүние келеді кетеді, баламен сынамасын, денсаулықпен сынамасын, бауырларыңызбен сынамасын деген сияқты ғой. Вот сол сияқты оған орамалға келуі оңай болған жоқ. Қанша сөз, әңгіме, в общем, сондай бір проблемалар болып, Алладан сұрап, не болып жатыр, Аллаға жақындай беріп, содан кейін барып келді да. Вот Аллаға қанша жақындай берсеңіз, сізге басқа да жұмыстар бола береді екен. Вот сол сияқты осыда бізге қиыншылық келді тағы да. 2-ші жылы ма, 3-ші жылы оған сынып қалмаймыз. Алла тағала береді, Алла тағала жасайды бәрін. И маған самый главный, әрқашанда маған қолдау көрсететін, әрқашанда мені осындай алып шығатын бұл YouTube. Мен өстіп депрессия болып, в общем, ақшам болмай қалды, например, и товарларды алып қойғам, кеткен ақшамыз, одан басқа ақша жоқ. Например, мен өзімде ақша болмай тұрған кезде мен біреуге үйретпеймін. Оны білесіздер. Честно, мен ешкімге өзімде егер нәтиже болмай тұрса, мен оны мынау деп былайша инфобизнес просто так былай инфо-цыган болып, или тағы да басқа әңгімелер сияқты мен воданы просто айтпаймын, потому что мына жерде жібермейді. И сол үшін де менде депрессия болатын шығар. Ой, как это, мен таптым ғой, үйттім ғой деуім мүмкін, бірақтан қазір менде болмай тұр ғой, қалай мен айтамын, қалай мен сөйлеймін адамдарға, мен не обучаю деген сияқты, обучениенің бәрін тоқтап тастап, солай жағдайлар болды да бізде. Хотя менде болып жатыр, хотя оқушыларымыз да, кураторларымыз жауап беріп, бәрі болып жатыр. Мына ішкі состояние бар ғой, что-то не так деген сияқты. И мына жерде бір нәрсе жібермейді да. Вот солай мен оны жалғастырмай 2 айды тоже барлығын обучениені бәріне тоқтап тастадым. Сол сияқты қазір мен eBay-ді обучениесін жүргізіп жатқан жоқпын. Тек қана обучение, ол жеке наставничество ғана, мен өзім жеке үйрететін, жеке, например, эксперт болғысы келетін, нақты контент Instagram жүргізіп келетін адамдарды ғана алдым. Айына бір немесе 2 ғана аламын. Былай командамен да жұмыс жасадым, команданың да командасы бар екен, жақсы командалар бар, енді арасында лақтырып кеткендер болды. Сол себепті Алланың бір сынағы, бір сабағы деп қабылдадым. Қысқасы солай. Енді сіздерге тек қана минус емес, плюс жақтарын да айтайын. Яғни, ол жақтан мен үйренген самый главный бірінші нәрсе, бұл ешқашан ешкімге сенбе деген нәрсе. Соны түсіндім. Одан кейін барып екінші, ешқашан гарантия берме, гарантия бермеген жағдайдың өзінде де Алла тағаланың айтқаны болады. Мен сам ең үлкен түсінгенім осы, не айтсаңыз да, не істесеңіз де Алланың қалағаны болады. Мен жасамаймын, например, біреуден кешірім сұрамаймын, екінші үйтпеймін, мен бүйтпеймін деген нәрсе по-любому Алланың қалауымен келіп тұрса басыңызға, оны сіз істейді екенсіз. Ондай жағдайлар болды. Мен енді әрқашанда мен шынайымын, мен өтірік айтқан жаман көремін.
обучениемізде да бізде, например, мектепте 17 адам, 20 адам, 30 адам мектепте, біздің мектепте 29 оқушы болған, иә. Сол 29-дың үшеуі, төртеуі ғана 5-ке оқитын. Честно говорю, мен оның ішінде мен бармын, честно. Үшеу, бесеуі ғана, максимум бесеу, бірақ класском біреу болады ғой, иә? И класском біреу болады, и көмекшісі болады, тазалық секторлары болады, былай тазалап отыратын, иә? Вот сондай бар, екі, үш алатындар, в общем, қалыпты. В общем, сондай болады да, бірақ мұғалім бәрімізге бірдей оқытып жатыр. Сол сияқты менде де сондай бір стрессовый состояние болды, что мүмкін ол дұрыс или бұрыс, оны өзіңіздер шешесіздер, жазып кетсеңіздер де болады. Қалай айтсам екен, егерде мен 10 адамның, 10 студентіміздің бесеуі, уже 50%, бесеуі нәтиже шықпай жатса, мен кірісіп кетемін, ол процесске кіріп кетемін, оған жасап, әркімге өзім жасап беріп, өзім міне товар осыны қойшы, бүйтші, ойбай бүйтші деп, оның бәрін шашырап кетіп, өзімде ештеңе қалмай қалды. И солай жасағанның өзінде де нәтиже шықпай қалып жатқаны бір ғана, яғни қарс екі қолдан шығады. Яғни о нәтиже шықпай қалуы, ол бір жақтан емес, мұғалім оқытпай жатыр, мұғалім кінәлі, мұғалім маған жасамады деген ол былай жүре береді, никогда, иә, бұл дауыс шықпайды. Ал екі жақтан келген кезде ғана дауыс шығады. Сол сияқты мен оны кінәлі сезініп, өзімді анау үйтпей жатыр, ойбай ақшаға алған ғой деген, в общем, өзімді жей беріп, осындай состояние келдім. Содан кейін уже вообще не обучаю, болды, все. Тек қана осындай дайынмын, мен істегім кеп тұр, мен сіздің біліңізді алғым кеп тұр деп, прям өзі талпынатын адам болмаса, мен вообще обучать етпеймін дедім да. Вот солай болып, балаға шүр, қазір екеу ғана наставницада қызымыз бар, басқа жоқ, басқа обучение жоқ, бүкіл команданы мен жіберіп тастадым. Енді бір ғана бар, екеу ма, сол қалды. Вот содан кейін мен шештім, сөйтіп депрессия болып тұрған кезде мен YouTube алып шықты. Осы жаққа қойып қоям, егер монтажды жасай алсам, потому что қазір монтаждың өзіне көп уақыт кетеді, барынша сіздерге салғым келіп отыр бар ақпаратымды. О видеоның осы жеріне келген болсаңыз, онда вы молодцы. Қараңыздар, әр нәрсенің бір плюсы бар. Например, YouTube'ты мен бастағанымда барлық адам күлген. Тіпті өзім күлгем. Видео салам, бірде-бір просмотр болмайды. Бірде-бір. Еще өзім күйеуім көреді, байғұс. Қайтадан көріп атады, сен қойдың ғой, көріп отырайыншы деген сияқты. Қосып қояды, дауысын өшіріп қояды, әйтеуір помещение жасап, осы көре берсінші, просмотр бола берсінші депші. Осы мотивациясы сонып қалмасын деп. Вот солай мен 4 жыл уақытым кетті да, 2 жыл еңбек жасап, монетизацияға жетем дегенде жете алмай қалдым, себебі оның 365 күндегі просмотры мен подписчигі есептелінеді. В общем, сондай провал болады, басқа болады, солай жасаған кезде. И қалай мен өткен жылы монетизация қостым, альхамдулиллах. И содан кейін қазір оны мен вообще қарамай қойғам ғой YouTube'қа. Ұмытып кеткем ғой оны монетизация қосқанымнан кейін маған хат келеді, поштаға. Осыны код желеді, сізге соны оны жібермегем дағы, заявка да жібермегем. Толып қалған уже бәрі, заявка да жібермегем. И соны заявка жібердім, недавно ғана бір 2-3 ай болып қалды, 1 ай болды ма? 2 ай болды, жібердім, ол келді. Келгеннен кейін сіз оны енгізу керексіз компьютерға да, монетизация қосылғаннан кейін. Сол монетизацияны қостым. Қосылғаннан кейін уже сіз поздравляю, сіз уже зарабатываете, сіз уже ақша тауып жатсыз деген келген. Оған да қарамаған, миым ашып кеткен, өзім депрессия болып. Сөйтіп жүрген кезде дадам деп маған ақша түсіп тұрады ғой. Сол сияқты, яғни YouTube маған прям честно, әрекетіңізге қарай, жұмысыңызға қарай просмотрға ақша төлейді. И мен оны одан кейін тағы да обучение алып қоймаймын ғой, тағы да қанша минус болып, қанша проблема болса да қайтадан мен мені кез келген проблеманы алып шығатын ол білім. Кез келген проблеманы сізді алып шығатын ол білім. Болды, білімнен басқа нәрсе жоқ. Например, мен кейде ақшам, табысым төмендеп баратса, мен ойлаймын, так, менің білімім азайып жатыр. Или вообще маған бір нәрсе өсу керек болып тұр. Жарайды, бұл Алладан келіп тұрған нәрсе. Ол, значит, менің қандай да бір сөзім ұнамай қалған біреуге, или біреу бір нәрсе деген соң маған келіп отыр. Ешкімнің ешқандай күнәсі жоқ, ешкім өзім ғана деп солай шештім, Аллаға шүкір демалып алдым деген сияқты. Одан кейін міне қазір YouTube'қа сіздерге честно шығып отырғаным себебі, YouTube'тан маған $26 ма $30 ма көрсеңіздер болады, осынша ақша түсті. Ол
просто вообще жұмыс жасамағанда, просто бұрыннан видеоларым көргеннің өзінде. Вот қазір енді сол ютубқа көңіл бөліп мен осы 2 күннен бері жасап кішкене ішіндегі VidIQ деген бар, білесіздер, білмесеңіздер айтып қояйын. VidIQ деген приложение бар, соған қарап, сол істеп жұмыс жасап, білім алып, тағы да тегелары, тағы да басқа қандай қосу керек, не істеу, нені расширять ету керек, солардың настройкаларын жасап, себебі мен бұрын видео қойған кезде вообще ойламайды екенмін да, YouTube просмотрдан ақшаға деп ше. Просмотрдан ақша аламын деп тырысып жасаған кезде ютубтан сразу ақша түсіп отыр да. Поэтому соның жолдарын әр нәрсенің білімі керек. Мен бұрын просто так видео түсірем, сала беретінмін. Ешқандай оның просмотрына, SEO-сына, ештеңесіне қарамайтынмын. Превьюсына қарамайтынмын. Солай қарап жасап істедім. Аллаға шүкір, осылай ақша түсті. Поэтому енді полностью ақпараттарымды, білімдерімді осылай сіздерге тегін айтқым келіп отыр. Честно, кім нені білгісі келеді, осылай сіздерге видео сабақтарын барлығын осылай сабаққа салам деп отырмын иншаллах. Және де өзімнің өмірлік алған сабақтарымды, психология негізі алып шығады бәр нәрсені. Соның барын сіздермен бөліскім келіп отыр. Соны айтпақшы болғаным, мен ютубтан ақша табуды білмегеніме көп білетінмін. Бұрын әрекет жасап бастап көрді, көп уақытым кеткен. Оны бір адам маған айтқан, ютубпен ақша табу инемен құдық қазғандай деген сияқты. Инемен құдық қазған адам менмін, честно говоря. 4 жыл, 4 жыл аз уақыт емес. Салып, жасап, сөйтіп жүргем. Қазір енді мен қалай мен ішіндегі настройкаларын өзгерттім, фук кетіп ұшты, уже басқа да видеоларым, просмотр, и солай CTR көтерілді, и содан кейін ақша түсіп бастады. Сол себепті мен қазір YouTube істеп жатырмын. Ойбайым тағы курс үйретеді, бірден істейді деп ойламаңыздар. Просто честно айтам, YouTube'да еще как ақша бар. Мен көзіммен көріп отырған мынау дейтін, например, мынау жазып қоям. Человеческий организм деген бұл Қазақстанның жігіті, кім Алмасжан ба, Алмасхан ба, короче, соның несі, каналы, орысша каналы болған. И бір видеоның өзінен 38 миллион. Бір видеосының өзінен тағын, ол да 4 жылдан бері, 5 жылдан бері айналысады, тек қана ютубпен видео салу арқылы. Қарасаңыз, ондай видеолар бізде жасай аламыз. Сол сияқты бір күн оған да жетерміз. Иншаллах, бұл видеомын ютубта тұратын болса, иншаллах, осы 4-5 жылдан кейін көретін шығармын. Осы видеоны салғанда осындай еді, $26 тауып едім деп айтып күліп отыратын боламыз, иншаллах. Сол сияқты, егерде бастап кеткім келеді, мен негізді ақша жоқ жерде жүрмеймін, оны білесіздер, и өзім нәтиже көрмегеннен кейін мен ешкімге бөліспеймін. Бірақ лично өзім қазір көріп отырғаннан кейін, түсіп отқаннан кейін мен сіздерге айтып жатырмын, яғни әр нәрсенің білімі керек екен. Сол білімдерін дұрыстап жұмыс жасадым, алгоритмін түсініп алдым, алгоритммен істеп жатырмын қазір. Сол сияқты, егерде менімен бірге бастап кеткіңіз келетін болса, әрине менде в общем күлкілі баға, бірден айтайын, 10 мың, 15 мың теңге просто болды. 10 мың, 15 мың. Оның ішіне полностью не шығады? Ютубпен тіркелуден бастап, осы монетизацияға үшін барлығаны қалай жасау, қалай алгоритм, не істеу керек, қалай жасау керек, қазақстанский ютуберлерді, қазақстанский не просто так жасап, қалай ақша тауып жатыр ма, жоқ па, монетизациясы бар ма, жоқ па, соның барын көретіндей барлығын айтатын боламын. Себебі өзім соны жасағаннан кейін, осы үйде отырғанда тыныш отырмайсың ғой, нәтижесін көріп отқаннан кейін сіздерге айтып жатырмын. Кім қалай түсінеді? Бұл мүмкіндік деп көрсеңіз мүмкіндік, жоқ, бұл тағы да курс жатыр, үйтіп жатыр десеңіз, ол сіздің өзіңіздің ойыңыз. Мен ешкімнің ойын өзгерту ниетім жоқ. Просто так, я хочу просто так айтуға, мен қалаймын, мүмкіндіктер бар екенін қолдануға, әрқашан да біздің біліміміз бізді алып шығады. Сол сияқты YouTube ешкімге, бірінші ең түсінген, білген адамға, мен сізге честно айтайын, видеоны соңына дейін көріп отқан жандар, вы все молодцы. Ауадан ақша табу ғой. Қарапайым бір грубый тілде айтатын болсақ, ауадан. Яғни сіз видео жасауды білмейсіз бе? Оны мен көрсете аламын. Қалай мынау видео, мына нишаға мынандай видео, мына нишаға мынандай видео, мынандай нишаға мынандай бизнес аккаунтқа былай деген сияқты. Вот соны жасаңыз и все. Просто так, соны просто айтқан затты трафарет ретінде бірге бір мынау айтылды, тура сондай бұрын сурет сызған кезде, әріп жазған кезде, бүгін бір мектепте болатын болса, естеріңіздерде, әріптер жазылған бір не болар еді ғой, трафарет ше, и сосын біз сызып шығатын едік, әріптер шыға беретін ше, несе. Сол сияқты сізге берілген нәрсені қайталап жасасаңыздар, алгоритм түсініп алсаңыздар, міндетті түрде сіздерде осындай болады. Мен өзімнің сонша 4 жылдық уақытым кеткен нәрсені сіздерге былай қысқартып, еще
қазір мен өзім жасағаннан кейін, осылай түсіп отқаннан кейін, сол нәрсені сразу сіздер бастап жасап кететін болсаңыздар, міндетті түрде айына жарайды көп таппай қойыңыз, просто ауадан видео жасау арқылы, интернет арқылы, ютубқа салу арқылы, ютубқа салғаныңыз ақша сұрамайды. Бір жақсы плюстардың бірі товар, например, Wildberries, Каспий мен eBayда, например, eBayға мен жақсы ойбай тауып жатырмыз деп, әр нәрсенің несі бар деп крупный ақшаға заказ беріп жүргенбіз, сол ақшамыз товар жоқ, басқа жоқ, ютубта товар, ақша деген, товарым бітіп қалды, демесе возврат болды деген нәрсе жоқ, просто просмотрдан түсесіз, болды. Просмотрды көбейтсеңіз ақша түсе береді. Товарым бітіп қалды деген нәрсе жоқ, тек қана видео түсірсеңіз болды. И видеоны да дұрыс түсіріп, дұрыс салу керек. Оның да білімі керек екен. Мен білімсіз просто сала бергем. Қазір мен қалай мен соны дұрыстап жасадым, и солай кеттім. И сіздермен бірге дәл бүгін осы видеодан кейін екінші канал ашатын боламын. Екінші каналды сіздермен бірге, яғни менің қазіргі видео ютубқа келген жандар болатын болса, яғни айтып жатырмын ғой, 10-15 мың теңге ғана. Бұл сіздердің мүмкіншіліктеріңіз. Ертең осы бізбен бірге бастап кеткен жандардың ішінде монетизацияға жетіп, иншаллах, нәтижесін көріп атсақ, осылай келесі видеолар тағы да айтатын боламын. Келесі видео тағы да ақпараттар беретінмін, басқа ақпараттар жайлы. Сол сияқты бастап кетсеңіздер бірге, яғни бұл видео, бұл каналым менің кәдімгі основной каналым. Бұл жерде мен ақша тауып отырмын, және де тауып отқаннан кейін, тауып отыр ғой бұл деуіңіз мүмкін. Сол сияқты мен де сіздермен бірге сол алгоритм бойынша, сол жұмыс бойынша бірге аккаунт ашып, бірге дамитын боламыз. И каналға, барлық оқушыларға группаға жинап қоямыз. Ортақ чат болады, ол өте бір күлкілі баға, ондай бір неде емес. Қанша ютуберлерді естін өткенде сабақта біреу 250 мың, өзімнің туған бір подругам бар, сол кісінің өзі 250 мың деді. Тағын біреу басқа, мен ондай емес, өзім ізденіп жасап жүргеннен кейін тағын бір кісінен алып сөйттім. Сол себепті сіздерге айтып жатқан жерім, ақшасы аз екен, бұл не береді демеңіздер. Барынша мен түсіндім сол нәрсені. Сіз қанша бересіз, Алла тағала сізге бере береді. Болды. И бергеніңізге кішкене еңбек болу керек қой. Сол сіздерге жауап беріп, кері байланыс мынау деу үшін ғана төлейсіз. И барлық ақпараттарды, сабақтарды мен сіздерге беретін боламын. И және де бірге жасайтын боламыз. Самый главный қызығы, бірге канал ашып, менің өзімнің каналыммен де бірге видеолар салып, мына ниша бойынша, анау ниша бойынша соған кіріп жасайтын боламыз. Ауадан ақша тапқыңыз келетін болса, шынымен де ауадан, тіпті сіз фуд-блогер болсаңыз да, не білім, мұғалім болсаңыз да өте керемет. Сіздің қандай да бір мамандығыңыз бар болатын болса, болды, сонымен жұмыс жасап кетуге, YouTube сізге ақша беруге дайын. Енді осы жерде бір қызық айтып кетейін. Көп видео болып, минут көп болып кетті ау деймін, по-моему. Жарайды, онда ол қызық ақпаратты Рональдо жайлы деп маған комментарийға жазыңыздар. Келесі видеоны күтіп жатырмын десеңіздер, сол келесі видеода айтатынмын. Рональдоның ютубқа кіргеннен кейінгі қандай ақпараттар болды, ол қандай нәтиже болған барын айтатын боламын. Өте керемет қызық ақпарат. Сол себепті егер де ютубты бастап кетемін, маған мүмкіндік дейтін болсаңыздар, осы номерге хабарласыңыздар, астында сілтеме қалдырып қоямын, соған міндетті түрде шығыңыздар, бағаларын қандай екен бәрін айтатын боламын. И және де группа, ортақ чат, қанша адам болса да сыят, ортақ группа чатта отыратын боламыз. Сұрақтарға бірге жауап беріп, бірге жасап, бір-бірімізге қолдау білдіріп, бір-біріміз каналдарымызға тіркеліп деген сияқты. Ал барлықтарыңызға сәттілік. Келесі видеода кездескенше, егер де келесі видеоның шығуы сіздерге байланысты, алдымен әлі де парақшаға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Қазақша контентті қолдайық, Алла қаласа. Қазақша контент өте, ютубта нарық өте бос. Честно, 100-200% нарық бос. Сол себепті осыдан пайдаланып қалайық. И ютубта ешқашан, ютуб аман болса, ютуб біткенге дейін сіздің бір видеоңыз ақшаға кіріп жүре береді. Поэтому қызықты ақпараттар келесі видеоларда каналға тіркеліңіздер. Және де мен инстаграм парақшама тіркеліп кетсеңіздер болады. Ол инстаграмда күнделікті болатын боламын. Тикток парақшамыз бар, жан-жақты, сол сияқты парақшаға тіркеліп, каналға тіркеліп, өз ойларыңыз қалдырыңыздар. Келесі видеоның келуі үшін міндетті түрде кемінде бір жарайды, көп демей қойын, 10-15 комментарий болса, келесі видео шығатын болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Ал группа ашып қоямын, осы телеграмға шығыңыздар, сіздерді күтетін боламын. Осы номерге жазыңыздар, бірге ашып дастап кетейік. Сіздермен Умида Абдуманапқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздерді күтетін боламын. Сәттілік.